Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында кезекті брифингімізді бастаймыз. Тақырыбы Батыс Қазақстан облысы жастарына арналған тәуелсіздік ұрпақтар гранты туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикерлер: Мирфат Талғатұлы Бисекенов, Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасы, азаматтық қоғам және жастар ісі жөніндегі бөлімінің басшысы; Тасболат Серікқалиұлы Серікқалиев, Батыс Қазақстан облысы жастарына арналған тәуелсіздік ұрпақтар грантының жоба жетекшісі. Ендеше Мирфат Талғатұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті жастар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Бүгін енді сіз баршаңызбен жергілікті жастармен, өңір жастарымен керемет жаңалықпен бөліскіміз келіп отыр. Ол біздің жылда жүзеге асып келе жатырған тәуелсіздік ұрпақтары жастарға арналған грант жариялап отырмыз. Енді бұл біздің грантымыз өңірімізде биыл үшінші қатарынан жүзеге асып жатыр. Бұл гранттың біздің жастарға деген үлкен мүмкіндік, үлкен жаңалық, үлкен бастама деп білеміз. Енді біздің бұл грантымыздың басты мақсаты Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру аясында белсенді шығармашыл жастар қауымдастығын қалыптастыру. Сонымен қатар жастардың жаңа және қолданыстағы бастамаларын қолдау болып табылады. Грантымыздың нақты міндеттерін айқындалатын талаптары әрі талантты жастарды анықтау және қолдау, елдің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосатын инновациялық жобаларды дамыту, жастардың жаңа және жұмыс істеп тұрған стартап жобаларын жүзеге асыру көмектесу, жастар арасында шығармашылықты насихаттау және жастардың белсенділігін арттыру. Біздің енді айтып кететін басты ақпаратымыз бұл жерде тәуелсіздік ұрпақтар грантымыз біз дәстүрлі түрде жылда 5 бағыт бойынша табыстайтын боламыз. Ол біздің 5 бағытымыз. Ол біріншісі ғылым, мәдениет, ақпараттық технология, бизнес, медиа бағыттары бойынша, осы 5 бағыт бойынша тәуелсіздік ұрпақтар грантын табыстаймыз. Биылғы таңда біздер 20-дан астам 3 жылда 20-дан астам жастарымызға осы грант табысталып келген болатын. Енді биыл бізде 5 бағыт бойынша 5 жеңімпазға 500 мың теңгеден грант табыстаймыз. Ол грант конкурсымыздың өзі 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең өтінімдерді қабылдау, олардың жаңа ережеге сәйкес тексерілуі. Екінші кезең ол бізде жобаларды арнайы құрған конкурстық комиссия құрамына комиссияда іріктеу өткізеді. Комиссия құрамына бізде мемлекеттік органдар өкілдері, сарапшылар, азаматтық қоғам өкілдері енгізілетін болады. Жобаларды бағалау кезеңі ашық және әділдік қағидалары қатаң сақталады. Ол жерде бізде жаңа тікелей эфирді қолдану арқылы әлеуметтік желілер арқылы көрсететін боламыз комиссия отырысын. Енді бұл тәуелсіздік ұрпақтар гранты біз облыстық деңгейде өткенде, табылса біз республикалық деңгейде де жүзеге асырып жатқан жоба. Енді облыстық деңгейде өткен жылдағы жобаларды айтып кетсек, бұл біздің бүгінгі таңда біздің жастарға үлкен өздерінің ісін бастауға үлкен мүмкіндік беріп отырған жобалардың бірі. Осы жоба өткен жеңімпаздарымыз туралы айтатын болсақ, бүгінгі таңда бізде креативная индустрия бағыты бойынша, мына бізде 5-ші сала, медиа сала, осы сала бойынша бізде карантина продакшн деген жастар қозғалысы бар. Сол өздері осы 2 жыл қатарынан грантқа қатысып, өздері ұтып, YouTube каналында үлкен жастар арасында кино сериалдар түсіріп, әлеуметтік желіде жариялап, бүгінгі таңда 1 миллионнан астам деген просмотр көрсетілім жинап отыр бүгінгі таңда. Бұл тек қана біздің қала орталығында Орал қаласындағы жастарымыз және аудан жастарына да жақсы мүмкіндік білеміз. Бұл жерде тоже айта кететін жайттың бірі, бізде өткен жыл осы тәуелсіздік ұрпақтары грантының аясында Қаратөбелік жеңімпазымыз болды. Ол жастарды оқыту бағыты бойынша грант ұтып алып, бүгінгі таңда осы өзінің жобасын облыстық, аудандық, облыстық деңгейде үлкен жоба ретінде жүзеге асырып келе жатыр. Жалпы 5 бағытымыз осы. Енді ережені нақтырақ әріптесіміз Тасболат Серікқалиұлы өзі айтып кетер. Қайырлы күн, құрметті жайық жастары. Тәуелсіздік ұрпақтары гранты біздің Батыс Қазақстан облысында 3 жыл қатарынан жүзеге асырып келе жатыр. Жалпы республика көлемінде 2019 жылдан бері басталса, біздің өңірімізде 2023 жылдан бері осы жастардың жаңа инновациялық жобаларын қолдауға бағытталған бірден бір жоба болып табылады.
қазіргі таңда жобаға өтінім қабылдау басталды. Өтінім осы ағымдағы жылдың 20 тамызынан бастап 30 қазанға дейін қабылданатын болады. Жалпы жобаға 14 пен 35 жас аралығындағы Батыс Қазақстан облысының азаматтары қатыса алады. Жалпылама критерийға келетін болсақ, бұл 14 пен 35 жас аралығындағы кез келген жұмыс атқаратын, кез келген әлеуметтік сала болсын, басқа сала болсын жұмыс ететін жастар өзінің өтінімін білдіріп, өзіндік бір инновациялық жобасын ұсынуға мүмкіндікке ие болады. Жаңа Мирфат Талғатұлы айтып өткендей, жалпы 5 бағыттан тұрады. Бұл ғылым, мәдениет, ақпараттық технология, бизнес және медиа. Ғылым бағыты бойынша ғылымның басым секторларында жаңа ғылыми жобаларды жүзеге асыруға бағытталған жобалар бағаланатын болады. Мәдениет бағыты бойынша Батыс Қазақстан облысының мәдени мұрасын насихаттауға бағытталған жобалар, ақпараттық технологиялар бойынша IT шешімдер мен жобаларды, оның ішінде жаңадан ашылған бизнес стартаптарға назар аударылатын болады. Ал медиа бағыты бойынша жаңа медиа жобалар, оның ішінде жастар үшін танымдық, пайдалы, қызықты контент құру жөніндегі жобаларды іске асыру бойынша бағаланатын болады. Жалпылама конкурстық комиссия құрылады. Осы грантты тағайындау үшін конкурстық комиссия негізгі критериялары бойынша бағалайды. Ол 1-ден 10-ға дейінгі балл жүйесінде бағаланады. Оның ішінде жобаның бағытқа сәйкестігі, оның мәселені түсінуі және нақты сипаттауы, статистикалық және ресми дерек көздерге, сілтемелерге жүгінгендігі, жобаның бәсекеге қабілеттілігі, ұсынылатын жобаның жаңашылдығы, бенефициарларды қамту және жобаны іске асыру ауқымы, жоспарланған нәтижелер шынайы және ұсынылған жоба аясында қол жеткізуге болатын нәтижелер туралы, қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті жалғастыру және нәтижелерді ілгерілету мүмкіндігі нақты сипатталғандығына, сметаны ұсынылған шығындар негізделген және шынайы болуына, және жобаны іске асырудың ұсынылған мерзімдері негізінде шынайы келтірілгеніне бағаланады. Яғни өздеріңіз көріп өткендей, жалпы негізгі бағалау критериялары негізгі және іске асыруға мүмкін болатын жобаларды қаржыландыруға қарастырылған. Яғни бізде көп жағдайда енді біздер 3 жыл көлемінде осы жобамен жүзеге асырып келе жатқаннан кейін көп уақытта байқаймыз, жүздеген жастарымыз жаңағыдай белгілі бір сол көлемдегі, мысалы 500 мың теңге көлемдегі грант болатын болса, ол кісінің жобасы 100 миллион теңгені талап ететін жоба болуы мүмкін. Сондай негізде біз жастарға кеңес берер едік. Жобаны енді жаңа бастамашыл жоба болғаннан кейін, жаңаша құрылатын бизнес болғаннан кейін, сол гранттың суммасында жасақтауға кеңес берер едік. Сонымен қатар енді конкурсқа құжат қабылдау 2 ай көлемінде жүзеге асырылатын болады. 2 ай көлемінде біздер қазақ және орыс тілдерінде қабылданады. Қағаз түрінде Орал қаласы Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 215 мекенжайында электрондық почта бойынша Орал студенттер альянс корпоративтік қорының электрондық почтасы арқылы қабылданады. Жалпы осы ережелерге сәйкес екінші қосымша, яғни жобаның өтінімі болу керек. Орал студенттер альянс корпоративтік қорының атына жеке деректерді алуға арналған рұқсаты болу керек, және нысан бойынша жобаның сипаттамасы болу керек, және жобаңыз туралы бейне таныстырылым немесе презентация болу керек. Егер презентация болған жағдайда 10 слайдтан аспауы керек. Сонымен қатар зияткерлік меншік туралы мәліметтер болу керек. Жалпы бұл міндеттелмеген, яғни кейбір жағдайларда біздің жастарымыз өздерінің жобаларын патенттеуі мүмкін, авторлық жобалар болуы мүмкін деген секілді. Сондай бағыттарда бұл жоба сіздің авторлық жоба екендігін дәлелдейтін зияткерлік меншік құқығы болу керек. Егер болған жағдайда, және жеке куәлік немесе туу туралы куәліктің көшірмесі қамтылуы керек. Жалпы жоба бойынша тоқталатын болсақ, жобаға қазіргі таңда бүгінгі күнде енді 3 күн уақыт өтті. 3 күн уақыттың өзінде жастар арасында өте қатты сұранысқа ие. Қазіргі күннің өзінде 10-нан астам өтініштер келіп түсті. Жалпы ең сұранысқа ие бағытты біз бизнес бағыты деп қарастырдық. Себебі сол бағыт бойынша көп жастарымыз өздерінің қызығушылықтарын танытып жатыр. Негізінен жоба аясында ауылдық елді мекендегі жастардың қызығушылығы зор. Себебі ол елді мекенде мал шаруашылығымен айналысатын жастарымыз, сонымен қатар жаңағыдай құс өнеркәсібі, балық шаруашылығы деген сияқты бағыттар бойынша өте сұраныстары ие болып тұр. Өткен жылғы жалпы белсенділікпен салыстыратын болсақ, биылғы жыл жалпы агросектор белсенді деп айтуға болады. Себебі сол бағыттағы жобаларға қызығушылық көп болып жатыр. Жалпы жобаның суммасы 500 мың теңгені құрайды, оның ішінде 5 жеңімпаз анықталатын болады. Сонымен қатар үздік жобаларды біз әрине республикалық тәуелсіздік құқықтары грантына жаңағыдай көмектесіп, олардың республикалық деңгейдегі гранттың жеңімпазы болуына өзіміздің бір кеңесімізді білдіретін боламыз. Жалпы республикалық деңгейде бұл тәуелсіздік ұрпақтары гранты жұмыс жасайды. Бұл гранттың суммасы республикалық деңгейде 3 миллион теңгеден 30 жеңімпазды қарастырылған. Енді біздің облысымызда да әр жылдарда сумма көбейіп, жеңімпаздар саны көбейіп деген сияқты өзіндік оң нәтижесін көрсетіп отырған жайы бар. Жалпы жобаны жүзеге асыру барысында серіктес ретінде Батыс Қазақстан облысының жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы қамтылатын болады. Яғни барлық Батыс Қазақстан облысының аудандарындағы аудандық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтар бірлесе отырып біздің
өңір тұрғындарына 14 пен 35 жас аралығындағы консультациялық көмек көрсететін болады. Егер де сіздің тарапыңыздан осы жобаны жүзеге асыру барысындағы сипаттаманы түсінбей жатсаңыз, не болмаса басқа да қиындықтар болатын болса, сіз аудандық немесе жергілікті деңгейдегі ресурстық орталықтардың мамандарына жүгінсеңіздер болады. Одан қала берді, әрине біз 24/7 байланыстамыз. Орал студенттер альянс корпоративтік қоры Батыс Қазақстан облысының қоғамдық даму басқармасымен бірлесе отырып, бұл жобаны сіздерге ақпараттық бағытта түсіндірме жүргізіп, жобаны жазу процесінде сіздермен бірге көмектесуге әрқашанда дайын. Жалпы жоба биылғы жылы Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасының қолдауымен Орал студенттер альянсы корпоративтік қорының ұйымдастыруымен өткізілетін болады. Жобаның жеңімпаздары бұйырса жоспар бойынша желтоқсан айында анықталып, желтоқсан айында салтанатты түрде марапатталатын болады. Облыс әкімшілігінің атынан арнайы марапаттарға, арнайы дипломдарға ие болатын болады. Жалпы үздік жобалар әрине ескерусіз қалмайды. Біз енді жастар саясатымен жұмыс жасағаннан кейін қоғамдық даму басқармасының тарапынан болсын, үздік жобалар әрқашанда бұл гранттың бөлігінен, бұл гранттан тыста әрқашан жаңағыдай қолдауға ие болатын болады. Тіпті бізде жаңағыдай жергілікті жас кәсіпкерлер бар, кәсіпкерлеріміз бар деген секілді. Егер сіздің жобаңыз жақсы деңгейдегі біздің өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайына жақсы әсерін тигізетін болса, әрине қолдау әр жақты қалыптастыратын болады. Алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен брифингіміз аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.